Петропавлда Қазақстан тәуелсіздігін мойындамайтынын ашық айтып, өзара халық кеңесі ұйымын құрған сепаратистік пиғылдағы 4 азаматқа сот үкім кесті. Ел ішіне іріткі салушылардың жетекшісі 9 жылға, ал белсенді 3 мүшесі 7 жылдан жаза арқалады. Бұл ұйымның қалған мүшелері сотқа куәгер ретінде қатысқан. По делу имеются заключения специалистов. Біздің қолымызда мамандардың зерттеуі, куәландыратын барлық құжаттар бар, фактілер дәлелденді, эксперттердің, политологтардың кешенді сараптамасы бұлтартпас дәлелдерін ескере отырып сот үкім кесті. Алауыздықты ұйымдастырушы деп танылған 48 жастағы слесарь 9 жылға сотталды. Ал 37, 40 және 52 жастағы 3 әйелдің әрқайсысы 7 жылға бас бостандықтарынан айырылды. Олар қауіпсіздігі ыдыратуға үгіттеу, елдің бір тұтастығы мен тұтастығын ыдыратуға насихаттау баптары бойынша кінәлі деп танылды. Естеріңізде болса, жұртшылықтың наразылығын туғызған бұл оқиға наурыз айында болған. Петропавлдың 19 тұрғыны өздерін кеңес одағының мұрагерлеріміз деп жариялап, халық кеңесі ұйымын құрған. Онымен қоймай, Қазақстанның тәуелсіздігін мойындамайтындарын ашық айтып, жаһанамға жар салған еді. Өздерінің бұл әрекетін бейне таспаға түсіріп, ғаламторға жариялағаны белгілі. Көп кешікпей сепаратистік пиғылдағы олардың іс-әрекеті тергеліп, қамауға алынған болатын. Енді осы заңсыз әрекеттері үшін 4 адам жазаланды.